Қайырлы күн. Мен Амангелді Заңғар Нұрсұлтанұлы. Жалпы білім беретін Қызылүй негізгі мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5 сынып оқушысымын. Осы жұмыс барысындағы жетекшім Айша Машанқызы. Мен экологиялық жобалар конкурсына туған өлке табиғаты номинациясы бойынша қатысып, туған жерінің тамаша табиғатын бірге тамашалауда виртуалды саяхатқа шақырамын. Қызылүй, Атырау облысы, Исатай ауданы, Тұщықұдық ауылдық округі құрамындағы ауыл. Географиялық орны аудан орталығы Аққыстау ауылынан солтүстік батысқа қарай 28 километрдей жерде орналасқан. Халық саны 250 адамды құрайды. Қызылүй елді мекенінің іргетасы 1913 жылы қаланған. Патша әкімшілігінің шешімімен қызыл саз балшық тастан бекет салынған. Сол жылдан бастап осы қоныс Қызылүй деп атанып кеткен. Жер бедері оңтүстік шығысы қатқыл, солтүстік батыс беті нарын құмы болып бөлінеді. Менің туған ауылым осы нарын құмының етегінде орналасқан. Мына созылып жатқан құм шағылдың өзі ауылымызға көрік беріп тұр. Жаз мезгілінде ұзындығы 3 километр қашықтықты алып жатқан құм шағылы өзіндік қасиеттерге ие. Жаздың шіліңгір ыстығында ол біріншіден адам ағзасында суықтықпен күресудегі таптырмас терапия. Осы құмайтты өлкеде өскен құмаршық шөбінің тарихы тіптен ерекше. Құмаршық осы шағыл бауырында өсетін бидай тұқымдас өсімдік. Шағыл арасындағы тақыр жерлерден өткен күндердің белгісі. Қыш ыдыстар сынығын, садақтың жебесін, оқтарын кездестіруге болады. Ауыл үлкендерінің айтуынша бұл жер көтерілісшілердің жүріп өткен жолы деседі. Тарихтан сыр шертетін бұл өлкеге жаз айларында экспедиция тобы келіп, осы құм шағыл қойнауына зерттеу жұмыстарын жүргізуді дағдыға айналдырған. Шағылдың батыс беткейі мал жайылымына өте қолайлы. Сонымен қатар бұл аймақ халқымыз үшін жазғы демалыс орнына айналған. Жаз айында шағылды жағалай тігілген шатырлар, киіз үйлерді көруге болады. Шағыл етегінде жаз айларында мал суаруға арналған қолдан қазып жасалған жер асты суы өнетін құдықтар бар. Бұл құдықтардың суы да табиғат құбылыстарымен тікелей байланысты. Қысы қар қалың болса, жазда құдықтағы су көзі де мол болады. Осы құдықтардың қазылуы туралы ауыл үлкендеріне сұхбаттасқан едім. Құдықтың пайдасы неде? Бұл енді шеген құдықтың пайдасы адам ағзасына да, малға да пайдалы. Құдықтағы судың мөлшері табиғатпен байланысты дейді. Неліктен? Бұл сұрағың орынды. Бұл енді табиғатпен тікелей байланысты, қазіргі экологиялық жағдайға байланысты. Біздің жеріміз аптап ыстық. Биыл қар ақпан айында түсті тек қана. Сол қардың түсуіне, ылғалдылықтың түсуіне байланысты шеген құдықтың су беруде осыған қарайды. Қазір судың көлемі, ылғалдылық биыл аз түсті. Соған байланысты судың көлемі де қашықта болады. Қашықтау, тереңдеу, тереңнен береді. Ылғалдылықтың түсуіне байланысты бұл енді. Ал анау биік шағыл адай құдық деп аталады. Мұның басына шықсақ, айнала табиғатты еркін тамашалай аламыз. Етегінде шөлге төзімді сан алуан өсімдіктер түрі өседі. Мысалы, адам ағзасына пайдалы сағыз сабақ өсімдігінде осы жерден кездестіре аламыз. Ол адам ағзасына, соның ішінде ауыз қуысын тазалауда өте маңызды. Құрамында табиғи дәрумендерге бай. Оны қазіргі орбит сағызымен алмастырғанымыз жөн деп білемін. Ауылымыздың арқа шығысында 9 километр қашықтықта 4 түлік малға арналған Қызылүй каналы бар. Оның тереңдігі 2 метр. Бұл канал Нарын каналынан бастау алады. Бұл каналдан Қамысқала, Тұщықұдық, Аққыстау ауылдық округтерінің 4 түлік малдары келіп су ішеді. 2021 жылы бұл каналды лас қалдықтардан тазарту мақсатында арнайы қазаншұқыр қазылды. Мынау сексеуіл алқабы.
Байқасаңыздар, құм мен қатқылдың тоғысқан жеріне қолдан егіліп отырғызылған. Оның пайдасы қар тоқтату, малға ықтасын. Көріп тұрғандарыңыздай, төңіректің қары толықтай еріп болғанымен, сексеуіл түбіндегі қар еріп болмай жатыр. Өйткені сексеуіл түбіне қар көп жиналады. Қазір міне, көріп тұрғандарыңыздай қыс кетіп, көктем де келіп жетті. Осы сәтте туған жердің табиғатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Табиғатты әр жыл мезгілінде тамаша көріністермен ерекшеленеді. Сөзімді қорыта келе, жаз мезгілінде шөбі шүйгін алқабы 4 түлік малға толы өлкемнің табиғаты талайды тамсандырары сөзсіз. Сары алтындай нарын құмының қойнауында біз білмейтін құпиялар қаншама. Ендеше туған жердің тасы да ыстық деп бекерге айтылмаса керек. Қазіргі таңдағы туған жеріндегі экологиялық жағдай, туған өлке табиғатын тамашалауға келген әрбір жан аймақты қоқыстармен ластамай, ағаштарын сындырмай, табиғатқа жанашырлықпен қараса, сонымен қатар осы демалыс орындарына арнайы қоқыс жәшіктерді қондырылып, тазалықты сақтау туралы ескерту тақталары орнатылса деген ұсынысым бар.